Сәлем, қалайсыздар? Сіздерге бүгін мен жалпы обзорына оптика тақырыбын бір түсіндіріп кетейін деп шешіп отырмын. Біз білетін оптика тақырыбы жалпы негізінен оптика екі түрге бөлінеді. Біріншісі ол геометриялық оптика, екіншісі ол толқындық оптика. Жалпы геометриялық оптика өте маңызды. Оның ішіне жарықтың заңдары және де негізгі линзаның түрлері жатады. Ал толқындық оптиканың ішіне дифракциялық тор, дисперсия, интерференция деген секілді ұғымдар кіреді. Енді біз негізінде бүгін геометриялық оптиканы бір айтып кетуді жөн көріп отырмын. Ең бірінші жарықтың заңдарынан бастайық. Жалпы оптика деген кезде ең бірінші еске түсу керек нәрсе ол жарықтың заңдары. Жарықтың ең бірінші альфа деген заңы бар. Былайша айтқанда түсу бұрышы деп айтамыз, альфа түсу. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Жарық біртекті мөлдір ортада түзу сызық бойымен таралады, оған көлеңке мысал бола алады. Яғни белгілі бір күннің сәулесі түскен кезде бізде пайда болатын кескін жерде білінеді, және де ол көлеңке. Яғни ол түзу сызықты таралады, әрине, дұрыс па? Одан кейін бетта деген нәрсе бар. Бетта деген ол шағылу. Беттаны біз шағылу бұрышы деп айтамыз. Беттаны біз шағылу деп айтамыз. Шағылу. Шағылу. Ал гамма дегеніміз бұл сыну бұрышы деп айтылады. Сыну. Түсу, шағылу және де сыну. Енді міне түзу сызықты ең бірінші таралу заңы, түзу сызық таралу заңы түсу, одан кейін шағылу және де сыну заңдары. Ең бірінші заңдылыққа келіп тоқтайық. Ең бірінші заңдылығымыз ол біздегі альфаның беттаға тең екендігі. Альфа тең бетта деген заңдылық бар бізде. Яғни мына екі бұрыш бір-біріне тең деген сөз. Бұл бұрышта тұрған мына бірінші сызық, бұл айналық бет деп айтылады. Айналық бет. Ал мына ортадағы сызық, бұл нормаль сызық деп айтылады. Кез келген сыну жарықтың түсу бұрышына байланысты есептесе, біз міндетті түрде жалпы дәл осы плюсты сызбауымыз керек. Ары қарай уже түсу, сыну белгілеп кете бересіздер. Енді қарайық. Бізде жалпы ең бірінші байқап отқанымыздай альфа мен бетта тең дейді. То есть қандай бұрышпен түссе, сондай бұрышпен шағылады деген заңдылық. Мысалы, ана жерде алып қарайтын болсақ, түскен сәуле арасы шамамен бізде болсын 50 градус. Шағылу бұрышы қанша десе, біз оны да 50 деп атайды екенбіз. Көрдік па? Яғни түскен сәуле мен шағылған сәуле бірдей бұрышпен таралады. Ал мынау сыну бұрышы уже шамамызға қарай жалпы есепте өзі беріледі. Шамамен 30 деп алайық. Яғни бұл 50-ден кіші болатындығы заңды нәрсе. Мына екеуінің арасын тап десе, біз бірден білуге болады 100 екендігі. Көрдік па? Қалай десек, бізде мынау толыққанды бұрыш 180-ді беретіндігі көрініп тұр, дұрыс па? Ал енді мына жақта 50 бар, мына жақта 30 бар. Қоссақ 80-ді береді. Значит, мына жақта 100 қалып отыр, үшеуін қосқанда 180 болу қажет. Мына жақта мысалы, бұл сұрақ егерде шағылудан сынуға дейінгі аралық десе, біз 100 деп айтады екенбіз. Ал егерде түсуден сынуға дейінгі аралық тап десе қалай болады? Яғни біз ол нәрсені былайша айтқанда, былай ұстамыз, тура осы аралық қой. То есть, түскен сәуледен бастап, сынған сәулеге дейінгі аралық осылай белгіленеді. Бұл жерде бізде уже 30 бар мына жерде. Ортадағы мына жер 90 полный кіріп тұр, байқағанымыздай, және де мына жердегі бұрыш бар. Ол бұрышты біз айтады екенбіз 40 деп. Не себепті? Өйткені мына жер тоже 90 градус, дұрыс па? 50-ге 40 қоссақ 90-ды береді, мына бұрышты береді деген заңдылық. Значит, бізде мына жақта 40 бар. 40 қосу 90 қосу 30, 160 деген сан мәнін береді деген сөз. Түсіндік па? Мына нәрсе аккуратно жазып алыңыздар, Келесі жалпы тарауымыздың негізгі заңдылықтары, ережелерін аккуратно жазып аласыздар. Бұдан бөлек бізде жалпы сыну заңының өзіндік формуласы бар. Міне n тең синус альфа бөлінген синус гамма деген. Жалпы жердегі n деген нәрсе сыну көрсеткіші деп айтуға болады. Сыну көрсеткіші. Сыну көрсеткіші дегеніміз синус альфаның синус гаммаға қатынасы дегенді білдіреді екен. Түсу бұрышының сыну бұрышына қатынасы, әрине градустық мәндерін жазуымыз қажет. Мысалға есепте түскен сәулеміз
60 градус десе, ал сынған сәулеміз егер есепте 30 градус десе, значит біз есепте 60-30-ға бөле салып 2 деп жазу қате болады. Дұрысы қалай? Дұрысын былай аламыз, n тең синус 60 градустағы мәнін алуымыз қажет болады. Көрдік па? То есть 60-ны өзін қоймаймыз, синус 60 градустағы мәнін аламыз. Астында да дәл солай синус 30 градустағы мәнін аламыз. Синус 60 градуста ол бізде түбір асты 3 бөлінген 2 деген санды береді. Ал синус 30 градус ол 1 бөлінген 2 деген санды береді. Сөзіне 2 мен 2-ні қысқартсақ, түбір асты 3 қалатындығы анық. Ол деген жуық мәнмен 1/73. То есть жауап түбір асты 3 немесе 1/73. Яғни сыну көрсеткіші деген нәрсе ол жалпы белгілі бір дененің бір ортадан екінші ортаға өткен кездегі мына сынған коэффициентін айтады екенбіз. Толық ішке шағу деген нәрсе бар. Синус альфа n2 бөлінген 1. Ол есепте 2 коэффициент берілсе, сыну көрсеткіштер берілсе, екеуінің қатынасы синус альфаны береді деген сөз. Одан бөлеген бізде 360 градус бөлінген альфа минус 1 деген де есептер бар. Бұл жазық айналар үшін. То есть есепте көп жағдайда альфа 90 градусқа тең болатын есептер көп келеді. Мысалға, то есть былай бір айна жатады. Дұрыс па? Дәл осының үстіне бізге тағы бір айна қойды дейді. То есть ол айна 90 градуста қойылады көп жағдайда. Егерде қойылған айнамыз деп алайық. 90 градуста тағы бір айна қойсақ, шамамен бұл айнаны алады, ол айна, дұрыс па? Так, бізде не үшін өшіп кетіп отыр? Сана жаққа қарай что-то ысуға болмайды ойдың. Или өзіміз жаққа ысыта берейік. Мына жерде бізде бір айна болсын, жатқан айна. Дәл осының үстіне 90 градуста бір айна тұрғызайық. Шамамен бұл айна тұрғызайық. Көрдік па? Мына жерде бізде қанша айна шықты? n деген сол айнаның саны ғой. Сыну көрсеткішіміз уже n деген айнаның саны. То есть басында бізде бір айна еді, бұл айна тұрған, дұрыс па? Одан кейін барып біз не істедік? Одан барып біз үстіне оны айна қойдық. То есть 90 градуста бір айна қойдық үстіне. Уже қанша айна пайда болды? Міне, мына жерде бір айна пайда болды, мына жерде 2 айна, және де үстіне бергі жағына қойылған бір айнамыз. То есть 3-ші айна. Сонда бізде 3 айна пайда болды. Ал ол формада қалай есептелінеді? n тең 360-ты бөлеміз қаншаға? 90-ға. Азайтамыз 1-ді. Сонда 3 шығатындығы анық. Енді бұл қосымша формула для себя. Енді қарайық. Жарықтың заңдары осымен бітеді. Жарықтың заңдарынан кейін линза деген нәрсе пайда болады. Линза дегеніміз сфералық беттермен шектелген мөлдір денелерді линза деп атаймыз. Линзалар екі түрге бөлінеді. Біріншісі жинағыш, екіншісі шашыратқыш. Жинағыш линза дегеніміз міне көріп тұрғандарыңыздай, екі жағы дөңес. Біз бұндай линзаларды айтады екенбіз қос дөңес деп айтамыз. Көзі плюс адамдар тағады бұны. Жинағыш линза көзі плюс адамдар тағады. Ал шашыратқыш линза бұны көзі минус адамдар тағады. Мысалға сұрайсыз, класстастарыңа көзің қанша? Көзім -2 дейді. Очки шашыратқыш деген сөз. Сұрайсың, көзің қанша? -1,5 дейтіндер болады, дұрыс па? То есть уже алдына минус қойып айтып отыр, значит ол көзі екінші вариантқа жатады, шашыратқыш. Яғни оның көзі минус, значит ол не істеу керек? Шашыратқыш линза табу керек, чтобы оны жөндету үшін. Жалпы шашыратқыш линза не үшін тағады? Белгілі бір алыста тұрған денені жақындату үшін тағады. Бұны жақындату үшін тағады. То есть былай деп алып қарасақ болады, мысалға. Например, былай деп алайық. Жалпы шашыратқыш линза басқаша айтқан кезде бұл жақыннан көргіш. Қос ой істеп қойық. Қос ой, то есть екі жағы ойылған, көрініп тұр. Шашыратқыш линзаны көзі минус адамдар тағады, және жақыннан көретіндер тағады бұны. Жақында жақсы көріп қоятындар тағады. Бұны жақыннан көргіш көздер дейді. Жақыннан көргіш дейді. Ал плюс деген бұл жинағыш. Бұны көздері алыстан көргіштер тағады. То есть алыстан көргіш болса, жинағыш линза табу керек. Алыстан көргіш. То есть алысты жақсы көреді деген сөз бар. Сен класстасың, алыста тақтан көрмейді, немесе тақтан жақындатады бері қарай, очки тағу арқылы, дұрыс па? Ал көзі жинағыш адамдар керісінше, жақындатсаң көрмейді, алыстатсаң көреді. Ол мысалға алып қарайтын болсақ, қалай болады? Например, үлкен кісілер болады, көбінесе кітап оқыған кезде более алысқа бүйтіп тартып оқиды, очкине қойып. Олар көзі плюс деген сөз. Қалың болады, плюс 4 болады, плюс 5-ге дейін барады. Яғни жалпы адам өзі шамамен бір 60 жасқа келген кезде көзі автоматын жинағышқа айналады. Ал шашыратқыш бұлар көбінесе 30 жасқа дейінгі адамдардың көзі, жалпы 3-4 жастан бастап өте төменгі жасқа дейінгі аралықтар. Енді қарайық. Дәл осы жинағыш пен шашыратқыш линзаларды есепте қалай қолданамыз? Қарайық енді. Мынау линза,
Мынау нәрсе деп отырмыз. Нәрседен линзаға дейінгі ара қашықтық бізге d деген әріппен белгіленеді. Бұны жаттағандар міне d дегеніміз. Ал f дегеніміз бұл кескіннен линзаға дейінгі аралық. Міне кескіннен линзаға дейінгі аралық. То есть сізге төңкерілген кескін береді деген сөз. Ал f деген бұл фокус аралығы, ал 2f деген екі еселенген фокус аралығы екені түсінікті. Егер де есептен нәрседен кескінге дейінгі ара қашықтық десе, әрине оны d қосылған f деген сызбамен алады екенбіз. Бұлардың формуласын қарайық енді. Алыстан көргіштік дейді. Көзі плюс адамдар бағанағы. Бұның формуласы міне толыққанды жазылып тұр. То есть мысалға есепте бүйтіп айтатын болса, бізге нәрседен линзаға дейін десе, то есть мына жер деген сөз, көрдік па? Нәрседен линзаға дейін шамамен арасы қанша болсын? Шамамен арасы 4 метр болсын. Ал линзадан кескінге дейінгі аралық шамамен 6 метр болсын. То есть алыстап кетті, да? То есть басында адам 4 метрде тұрған, очки тақты 6 метрге алыстады деген сөз ғой. То есть көзі явно алыстан көргіш деген сөз. Енді есептеп көретін болсақ, үстіне 4 көбейтілген 6 дейміз. Так, астында 4 қосу 6, 10 дей салайық. 4 жердегі 6 24, 10-ға бөлеміз, 2-де 4 шығатындығы анық. Жауап 2-де 4 метр деген сөз. Үсті есеп шығарып кете береміз. Мынау форма өте маңызды форма. Номер 1 оптика, геометриялық оптика тақырыбының номер 1 формуласы. Өте маңызды форма. Так. Келесі, жақыннан көргіш десе, арасы минус болады. Жақыннан көргіш деген ол бізде шашыратқыш. Шашыратқыш, және жазып қойып, шашыратқыш. Минус көз, арасы минус болады байқап отқанымыздай. Көз шашырасы тура бағана есеп берілсе, мысалы 4 пен 6 десе, үстіне 4 көбейту 6 десең, астына уже 4 азайту 6 дейміз. Ол бізде үсті 24-ті бергенмен, асты 2-ні береді, сол кезде 12 метр шығып кетеді. Енді алдына минус особо рөл ойнамайды, өйткені ол минус адамның просто көзінің минус екендігін көрсету үшін ғана енгізілген шама. Так, ол плюспен есептеліне береді. Одан кейін барып қарайық енді оптикалық күш. Жалпы d деген нәрсе бар физикада, бұл адамның көзінің шамасын көрсететін физикалық шама, d үлкен d. Оптикалық күш деп атаймыз бұны диоптрия. Негізгі өлшем бірлігі d/p диоптрия. Негізгі формуласы 1 бөлінген f. То есть мысалы есепте фокус аралығы 5 метр десе, то есть оның ең жақсы көру қашықтық 5 метр, значит d-ны тап десе, біз не істейміз? 1-де 5-ке бөле саламыз. То есть 0,2 d/p деген сөз. Көзі жақсы көреді уже нормально көзі. 0,2 деген әрине аз ғой. Мысалы диоптриясы сен классыңдағы мысалы бір оқушының көзі 4 d/p болса, например, көзі минус қой енді алдында, ол рөл ойнамайды. Фокус аралығын тап десе, значит ол әрине аз болады, 1-де 4-ке бөлесін, сол кезде 0,25 метр шығады. То есть адамның көзі 25 сантиметрге дейін нормально көреді. Түсіндік па? Енді мына формулалар бағанағы d-ның орнында бағана біз 1 бөлінген f деп алып едік қой. Сол 1 бөлінген f-ның орнына d-ны алып қойған есептің түрі ғой, былайша айтқанда бәрі бір нәрсе. Так, содан кейін барып лупаның формасын айт деп жатса, қарайық. Жалпы r дегеніміз бұл үлкейтілу деген сөз. Үлкейтілу. Қанша есе үлкейгендігін есептейді. Мысалы, кескін f қойған дұрыс па? Кескіннің, то есть мысалы f тең, например, f тең r көбейтілген d деген сөз ғой. Если мына формада мысалға f-ті тап десе, біз не істейміз? r-ді d-ға көбейтеміз, дұрыс па? Мысалға 4 есе кішірейді десе, значит 4-тен 1 деп аламыз. Егер 4 есе артты десе, онда 4 деп аламыз. Көрдік па? То есть мысалға d тең бізде шамамен қанша болсын? D бізде 20 метр болса, ал кескін 4 есе кішірейген жерден пайда болды десе, значит 20-ға көбейтеміз. 4 есе кішірейді десе, 4-тен 1-ге көбейтеміз, көрдік па? Сол кезде 5 шығады. Ал егер 4 есе үлкейген жерден пайда болып келсе, онда 4-ке керінше өзін көбейтеміз, сол кезде 80 шығады. Лупаның негізгі формасы міне L бөлінген F. L деген ол бізде тұрақты шама, средний адамның жақсы көру қашықтығы. Ал үлкен F дегеніміз ол фокус аралығы деген сөз екен. Mesela бұл формулалар әрине есепте особо көп қолданыла бермейді, но жалпы білгеніміз абзал болады. Ары қарай бізде линзадан кескін алудың түрлері бар бізде. D кіші F-тан болған кезде тура үлкейтілген жалған. Бұл кескіндердің сызбасы үйде сызып көрсеңдер болатын. F-ға дейін орналастырасыңдар. Және де бірден ортасынан өткізесіңдер, туп-тура ортасынан. Так, қазір 1 минут. Тура ортасынан өткізесіңдер бойынан. Так, міне дәл ортасынан өткіземіз.
такс. Дәл ортасынан өткіземіз. То есть мынау бірінші мынау өтеді бізде, кейін мынау өтеді, былайдан келеді. Бұлар мына жақта қосылмағандықтан олар сол үшін жалған болып тұр. Кейін бұлар екеуі екі жаққа айналып барады дағы, былай жайлап ашылып бара тұр ғой. Ашылып артына қарай қосылған кезде тура мына линияға қайтадан келіп бастары қосылады олардың. Мына екеуі бүйтіп жайлап, мынау да жайлап барады да. Тура сол жерден қосылады. Мына жерден келіп қосылады деген сөз. Енді ол кескін үлкейтілген екен көрініп тұр. То есть мына жерде мысалы сізде 3 клетка болса, мына жерде где-то 6 клетка деген сөз. Тура дегені артынан шықты деген сөз. Дәл солай бізде тағы да бір жағдай бар. D тең F-ға деген жағдай бар. D тең F-ға деген сөз, значит кескін пайда болмайды деген бұл жерде, 3 ерекшелік жоқ бұл жерде. То есть кескінді орнатасың F-тің үстіне, ол ортасынан өтеді, сынбай өтеді. Ал екіншісі дәл шекесіне барады дағыны, фокус аралығынан өтеді. И байқасыңдар, үйде сызып көрсіңдер, қаламен аккуратно. Бұл екеуі дағын сасуға кетеді. То есть қосылмайды, не артында қосылмайды, не алдында қосылмайды. То есть бұл жақта қосылмаса, ол жерде кескін пайда болмайды деген сөз. Енді бұл нәрсені жатқа білуіміз керек. 3 ерекшелік пайда болса, оны да жатқа білуіміз керек. Одан барып байқасыңдар, уже мына жерге қойдық ағашымызды, дәл сол сызба ортасынан өтеді, екіншісі барып шекесіне қадалып фокус аралығынан өтеді. Және де ол ар жақтан пайда болды. Мына жақта қиылысты ғой, көрдік па? Егер қиылысты, ол шын деген сөз. Және де үлкейтілген кескін шыққаны көрініп тұр, төңкерілген екендігі тоже көрініп тұр. Егер мына жақта қиылысса, олар міндетті түрде төңкерілген кескін беріледі, всегда солай. Сосын D тең 2F-қа еді, жайлап алыстап отыр. Уже 2F-тің үстіне тұрды, мына жерде байқап тұрсақ. Біз мына стрелкамыз сюда қыдырып мына жақта. D тең 2F мына жерге келіп түсті. Бұл ортасынан өтеді. Және мына жақта тура 2F-тің үстіне түсу керек болады. Мынаны есепте үйде обязательно сызып көріңдер, міндетті түрде. Видеоны қарап болғаннан кейін обязательно сызып көріңдер. Клеткаларын бірдей алыңдар. Мына жерде мысалы 4 клетка деп алсаң, мына жерде 4 деп аласың. Мына жерде 4 деп алсаң, мына жерде 4 деп алу керек. То есть бірдей алған шарт. Не болып кетті, шималанып кетті. Өз өлшеміне тең дейді, то есть үлкейген кішірейтілген жоқ. Шын деді, не үшін өйткені мына жерде қиылысты олар төңкерілген, ол қиылысса обязательно төңкерілген болады. Және де біздегі кескін алудың ең соңғы түрі бар бізде. Кескін алудың соңғы түрі бізде D үлкен 2F-тан деген жағдай, соңғы жағдай, то есть 2F-тан ары орналасады. Мына жерде орналасқан байқап отырсыңдар. Мына жерде орналасқан. Стрелка жоғары. Үстіне апарамыз, екіншісі ортасынан қиылып өтеді. То есть 2F-қа жетпей нерлерде орналасады, значит ол әрине кішірейген екен көрініп тұр. То есть мына жерде 4 клетка болса, мына жерде где-то бізде 2 клетка шығады. Шын деді, не үшін өйткені мына жерде қиылысты. Кішірейтілген деген көрініп тұр, 2 клетка, 4 клетка. Мынау төңкерілген деген, мына жақта қиылысты, олар міндетті төңкерілген болады. Жалпы оптика тақырыбы осы, барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Жалпы обзорының түсіндірілуі дәл осындай форматта жүреді екен. Жақсы, сау болыңыздар.